tomdan ibarat auzugi xalq töretpesi, Qaraqalpaq xalqının ulkan ruhiy boyligi ham maqtanishi. Sebebi bu bebaha töretpeler kichkina balalarga arnalgan tarbiyalik ahamiyatga ega ertaklardan boshlab xalq danaligi sanalgan naql maqallar, har xil angizlar, dasturlarga baylanışlı qo'shiqlar ham eng baslısı xalq dastanlaridan ibarat. Bir neçe əsrlərdə artqa salıb avlatdan avlatqa ötüb kelgan bu dövrlər yerimiz qarasızlıqqa erişkəndən keyin mektep sabaqlıqlarında keng türdə ötülüb, yuqarı oqu orunlarında bu bölmüş çıxarmalar özlüğümüzdə anlaudan qısqarı ilmi жұмыстар үшін да таусылмайтығын ғазине sıfatında izertlenmekte. Qaraqalpaq xalqı dastanlarga bay xalq. Hem her bir dastanның bir neçe sınarları var. Qaraqalpaq dastanlarının içinde Qırqız dastanının ornu öz aldına. Qaraqalpaq xalq dastanlarının içinde kölömü boyunca en kölömlü dastan usu Qırqız dastanı болып hesaplanады. Qırqız dastanının kölömü mine Qurbanbay жырау variantında 25.000 қатар. Бұл түркі халқлардағы dastanların içinde сирек ұшырасады. Kölömlü dastanlardan hesaplanады. Және бұл dastanның бір өзгешелігі сол 25.000 қатар қосық, 25.000 қатар сөз қосықпен жырланады. Qırqız dastanında qara söz az пайдаланылады Qurbanbay жырау variantında. Бастан ақырына поэзия болған жерде біздің жырауларымыз оны қара сөздей қылып айтып бермейді, оны белгілі бір намаға салып айтады. Енді 25.000 қатар қосықты бастан ақырына жырау өзінің қыратке салып қырылдаған даусымен атқару, бұл үлкен шеберлікті, үлкен күшті талап етеді. Бұл жүдә сирек ұшырасады нәрселер, дәстүрлер болып есептелінеді. Бұл дастан бірнеше рет орыс тілінде шықты, өзбек тілінде шықты, қазақ тілінде, түркмен, қырғыз тілдеріне аударылған дастан. Біздің dastanların ішінде Qırqız dastanындай басқа халықтар тілінде аударылған dastanның өзі жоқ. Біз Qırqız dastanын өзіміздің milli мақтанышымыз ретінде 1997 жылы Qırqız dastanына арналған халықаралық дүния көлемінде конференция өткізді. Мен осы конференцияға Түркиядан, Кипрдан, Германиядан, Әзербайжаннан, Қырғызстаннан, Қазақстаннан ілімпаздар келді. Олардың барлығы да біздің milli мерасымыз болған Qırqız dastanына жүдә жоғары баға берді. Біздің республикамызға, біздің мәдениетімізге, ілімімізге, біздің ілімпаздарымызға, меймандосылығымызға, көңіліміздің ашық келген қонақты халқымыздың хақ көңілімен қабыл етуіне жүдә хайран қалып жоғары баға берді. Qırqız қорғаны басынан небір жаугершіліктерді өткізген халықтың тарихи куәсі болып, табиаттың әр қилы соққыларына төтепкі беріп тұр. Бұл диуалларды өз қоллары менен салған адамлардың пәнже ізлерін сақлап тұрған мұқаддес естелік. Диуалларға өрілген үлкен гербішлерді көрген әр бір адам ол гербишлерді құйған қандай алып адамлар екен деп хайран қалғандай.
Қорғандағы жасырын жоллар, қираған гүлал ыдыслардың қалдықлары бірнеше дәуір вақияларын сыр сақлап тұрғандай. Бұл елі халқын сыртқы дұшпанлардан қорғаған, Гүлайым басылған қырқыздың мәртліклері Қарақалпақ халқының сүйіклі дастанына айланған жер. Барлық дастанларды бүгінгі әулатқа жеткізген жыраулар. Өткен әсірдің 60-шы жылларына шекем Қарақалпақ той мерекелерінде күн батқаннан құр жинап жырау айттыру үрдіс болып келді. Кеш болғаннан тойхананың құрына тұмны тұстан, әттеке ұзақ ауылдардан адамдар қырқыз дастанын жырлайтұғын жырауды тыңдауға ағылып келеді. 20-шы әсірдің 70-ші жылларында театр саласында пайда болған жалғыз актер театры, моноспектакльдер, Европа театр аплодисменттері үшін дәртебелі уақиға болды. Ал Қарақалпақ халқы үшін ол жаңалық емес еді. Себебі бұл халық бір жыраудың 40 қыздай дастанды пеште басылап, дастанның барлық вақияларын, барлық тұлғаларды таң атқанша жырлап айтқанларын сілтідей тынып тыңған. Әне ерте әйем заманда Қарақалпақ халқында ата жұрты Түркістан Саркоп деген қалада аз ноғайдың елінде лақабы асқан, дәулеті тасқан Аллаяр деген бай болды. 4 тілігі сай болды. Дұшпаннан өшін алғандай, қалайық хайран қалғандай 6 ұлы бар еді. Тал шыбықтай тауланған, алтын кібі пуланған жалғыз қызы бар еді. Гүлайым жалғыз қыз болды. Жарқырайды өмірінің тұмары, тарқағанда ер жігіттің құмары. Осы жазларына келіп Гүлайым, дүнияның жүзіне түсті хабарыңа. Жыраулардың атқарушылық шеберлігі соншелі, құрдап отырғанлар дастандағы қаһармандарды көріп, уақияның ішіне кіріп кетеді. Гүлайымның келбетін, батырлығын жыраулар сондай бөрттіріп суретлегенде, көззаллықтың һәм батырлықтың тымсалы демей әләйжін жоқ. Елден ерек болуға, 40 қызы менен Гүлайым бәрі бірге тұруға атасынан сұрайды. Атасынан сұрайды Мейвалы деген атауын. Атасы берді қызына Мейвалы деген атауын. Қызының қылып қалауын. Гүлайымдай перизат атасы берген отауға тіктірді бәрше қалауын.
Surtayşa Şahi kaldırmaya örtedeye Kaldırmaya örtede Vayrana yetti kalanı Kanga töktün ay dalanı Baş ağrığın ey şulattı Ana baladan ayrıldı Ata anadan ayrıldı Aksetin kılmaya ketmedi Kalağa da bula kaptırdı Gülayim qullukta ketken ata-anaсын, eli xalqын qutqarib, Surtayşada Javuzdan o'sh aluvdi maqsad etedi. Xarezm batırı Arslan menen Gülayimning bir-birine degen muhabbati Qo'ng'uslas qavmlarning Javuz kuchga qarshi birgalikda kurashuvini tikar bo'ladi. Dastanda Mastan Kempirning makkarlik bilan Arslan Botirni tuzoqqa tushirib, voqeani shiyelenstirib, tomoshabinlarni to'lquvga soldi. Gülayim baslagan 40 qizning dushmandan go'sh olib xalqin azat etuvi asrlar bo'yi barliq xalqlarning armoni bo'lib kelgan. Gülayimdey batır kız, ülgü bolup xalqqa, Sarkop degen qalada Arslan menen yekevi muradına jetipti. Canım ağır
Yaxşı. Yesedin canım adam, aklar mingim keledi. Bir derse. Aklar keledi, sağ şeridi. Qirqiz dastani bugungi avlodlar uchun teatr repertuarlaridan o'rin olib, har xil janrlarda sahnalashtirilgani tek qana Qoraqalpoq xalqi uchun emas, barliq xalqlar uchun da ruhiy xazina xizmatini atqaradi. И дальше иди. Музыкально. И медленно. Dastandagi batırlarday ana toprağını suyup, xalqına xizmet etadigan inson bo'lsin degan niyatda prezidentli bo'lganda qizlarına Gülayim, Servinaz deb at qo'yu yelaga chekam Ürdüs. Elayim niyetleri o'rinlanib, xalqining atın dunyoga tanitadigan Gülayim
Sərbinazlarımız köbeye bergey.